Оқу-ағарту министрлігі педагогтерді аттестаттаудан өткізудің жаңа ережелері мен шарттарын бекітті. Енді жаңа ережеге сәйкес барлық мұғалімдер педагогтердің білім бағалау кезеңінен өтеді. Өткен жылы колледж басшыларының орынбасарлары, әдіскерлер, арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері тестілеуден босатылған болатын. Дегенмен, біз барлық педагогтер үшін тең жағдай, тең мүмкіндіктерді жасауды қарастырдық. Бұл өте маңызды. Яғни, енгізілген жаңа өзгеріске сәйкес, колледж басшыларының орынбасарлары, әдіскерлер, арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері де педагогтердің білім бағалау кезеңінен өтеді. Сондай-ақ, жаңа ережелерде өндірістен тәжірибелі мамандарды колледждерге тарту шарасы нақтыланды. Бүгінгі күні өндірістен арнайы пәндер педагогі және өндірістік оқу шеберлері лауазымына ауысқан педагогтерге тиісті өтелі болған жағдайда лауазымдық жалақысының 35%-на дейінгі мөлшерде қосымша ақы төленеді. Ағымдағы жылдан бастап осы педагогтерге біліктілік санатын беру жөніндегі комиссияның отырысы өтініш келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өткізілетін болады. Сондай-ақ тағы бір өзгеріс. Бұл колледжде педагог лауазымы бойынша берілген біліктілік санаты бөлім меңгерушісі, өндірістік оқыту шебері, аға шебер лауазымдарын қоса атқару немесе қоса атқару шарттарында педагогикалық қызметке ауысу және оны жүзеге асыру кезінде сақталатын болады.